Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен өзімнің YouTube каналымда сатуға шығаратын пирожкидің толық нұсқасымен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көріңіздер, барлығын түсіндіріп айтатын боламын. Және де менің YouTube каналыма тіркеліп алуды да ұмытпаңыздар. Қоңырау белгісін де басып қойыңыздар. Ең алдымен бізге картошка қажет болады. Яғни картошкаларымызды жуып, тазалап, ыдысымызға салып, су құйып отқа қоямыз. Жарты сағаттай қайнатып, суын толық төгіп тастаймыз. Одан соң ыстықтай езіп аламыз. Суғаннан кейін езбейсіздер, ыстықтай езіп алсаңыздар толық жұмсақ болып езілетін болады. Және бізге бір пияз қажет болады. Менде мына жерде орташа көлемді 4 картошканы қайнаттым. Оған бір пияз жетеді. Осылай барынша майдалап турап аласыздар. Және де табамызды қыздырып отқа қойып, үстінен май құйып, жаңалдегі майдалап турап алған пияздарымызды шамамен 5-6 минуттай қуырып аласыздар. Осылай видеода көріп тұрғандай арасындағы пияздарымыз қызарып жұмсарғаннан кейін ыдысымызға картошкамыздың үстінен салып, қара бұрышымызды сеуіп аламыз. Және татымына қарай тұз салып, барлығын жақсылап араластырып езіп аласыздар. Артық заттың қажеті жоқ. Қызыл бұрыш, енді қалауларыңызға қарай көк шөп, яғни көк пияз салсаңыздар да болады. Біздің жаңалегі салмасы дайын болды. Енді қамырын дайындаймыз. Қамырына менде мына жерде 1 литр су қолдандым, жылы су, және де татымына қарай тұз, қант және де ашытқы сұйық май қосып, барлығын жақсылап араластырып алдым. Ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Әркімнің ұнының тығыздығы әртүрлі болғандықтан өздеріңіз көздеріңіздің шамаларымен және де қолдарыңызбен илеп отырып жұмсақтығына қарай көресіздер. Мен главный мына жерде 1 литр суды қолдандым. Енді ұнды бірден салып жібермейсіздер. Осылай араластырып, илеп отырып саласыздар. Және осылай созылыңқы, жұмсақ болған уақытта ұнды сала бермей, осылай кішкене сұйық майды қосып, қолдарыңызбен жақсылап илеп аласыздар. Ең бастысы ұнымызды қатты етіп илеп қоймауымыз керек. Пирожкиге жұмсақ етіп, барынша жұмсақ етіп илейсіздер. Және де барынша июын қандырамыз. Осылай бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Шамамен 1,5-2 сағаттай қойсаңыздар, қамырларыңыз осылай толық ашып шығатын болады. Және де қатты қамырды ашытудың қажеті жоқ, екінші қайтара илеудің де қажеті жоқ. Бірден осылай қамырды алып аламыз, бөліп. Себебі қатты ашытсаңыздар, қазір майға қыздырып қуырған кезде дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Қамырымызды енді ыдысынан бөліп аламыз, яғни таза дастарханымыздың үстін кішкене майлап жіберіп, осылай қамырымызды бөліп аламыз. Міндетті түрде майлап алғандарыңыз дұрыс. Қолдарыңызды сулағаннан көрі осылай майласаңыздар, қамырларыңыз, яғни қазір майға салған кезде шашырап ондай болмайды. Көріп тұрғандарыңыздай майда бөліктерге бөліп аламыз. Қазір сіздерге граммдарын өлшеп көрсетемін. Енді қалауларыңызға қарай өздеріңіз дәуете берсеңіздер болады. Мен 30, 35, 28 граммнан бөліп алдым. Мына жерде шамалы 50 граммнан бөліп алсаңыздар да болады. Мынау дастарханға қойғанға да жегенге де өте ыңғайлы болғандықтан осылай көлемдерін кішкентай етіп алдым. Және де дайындап алған салмасын, яғни картоп езбемізді осылай домалақтап дайындап алған қамырымыздың үстінен барлығын қойып шығамыз. Дәл осы құраммен менің енемнің неше жылдан бері жасап жүрген пирожкилері керемет болып шығады. Ең бастысы майға салған кезде шашырап, арасындағы картошкалары бөлініп олай шығып кетпейді. Және де өте жеңіл, жұмсақ, сондай жегенге де өте ыңғайлы болып шығады. Барлықтарыңыз осылай жасап көріңіздер, кеңес беремін. Және видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай домалақтап шамамен 5 минуттай қойып қоясыздар. Және де осылай видеода көріп тұрғандай етіп созып аласыздар. Созғанға да өте ыңғайлы және аралары да ашылып кетпейді. Дайындап алғаннан кейін бірден майға салып қуырып ала береміз. Және майға салған кезде де оттың астын қатты қойып қыздырып осылай пісіре берсеңіздер болады. Себебі арасындағы картошкамыз да піскен, және де қамырымыз да өте жеңіл, тез дайын болып қалады.
Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай аударып отырып пісіріп ала бересіздер. Өте оңай, ең бастысы жеңіл және сатуға шығаруға да болады. Барлығын толық нұсқасын астына описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жақтан түсінбесеңіздер көрсеңіздер болады. Және де осылай газетке немесе кез келген қағаз сүлгіге майын сорғытып аласыздар, яғни майын сүзіп аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай видеодан-ақ көрініп тұрған шығар, керемет жұп-жұмсақ болып шығады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Менің видеом ұнап жатса каналыма тіркеліп қолдап қоюды да ұмытпаңыздар, және қоңырауша белгісін де басып қойыңыздар. Жаңа видео рецепттерім шығатын болса сіздерге бірден көрінетін болады.